Тұмар ханшайым, Томи, ертегі. Нұры төгілген әсем өлкеде патша Нұрдос пен ханшайым Аружанның ерке қызы Тұмар өмір сүріп жатыр. Ол атасы Нұрым мен әжесі Бибігүлдің сүйікті немересі. Інісінің есімі Арман, көкесі Досымжан бар. Атасы оны еркелетіп Томи деп атайды. Томи мен Арман әрдайым бірге ойнап, бірге жүреді. Томидің мойнында ерекше тұмар болатын. Бұл тұмар жай әшекей емес, ол адамның жүрегіндегі мейірімді сезетін ғажайып тұмар еді. Бір күні Арман жүгіріп келіп, «Томи, бірге ойнайықшы», деді. Бірақ Томи оған көңіл бөлмей, өз ісімен айналысып кете береді. Арман үнсіз қалып, көңілі түсіп кетті. Сол кезде Аружан Томиді жанына шақырып, «Қарағым, мейірім бар жерде ғана шынайы сұлулық болады. Інің сенің бауырың, әрі досың. Қамқор болу үлкен жүректің белгісі. Тұмарыңда сенің жүрегіңді сезеді. Жақсылық жасасаң, нұры жарқырайды», дейді. Томи ойланып, інісінің жанына барып, «Кешірші Арман, кел, бірге ойнайық», дейді. Арман қуанып әпкесін құшақтады. Сол сәтте Томидің тұмары жарқырап, бөлмені нұрға бөлеп жіберді. Сол күні Томи бір нәрсені түсінді. Нағыз сұлулық жүректегі мейірімде. Сонан бері ол әрқашан інісіне қамқор болып, анасына көмектесіп, айналадағы адамдарға жақсылық жасап жүретін болыпты.